Сәлем достар! Бүгінгі рейтингімізді 10 шатақ жауынгерге арналғалы отырмыз. Әдеттегідей, тізімді сіздермен бірлесіп жасадық. Еске сала кетейін, Найза ММА инста парақшасында қайсы жауынгер шатақ деп ойлайсыздар деген сауалнама жүргізген едім. Бүгін сол есімдерді бірге білеміз. Олай болса, көп ұзамай бастайық. 10-шы орын Кливленд Маклин. Лигамызда бұл файтердің дебюті жақында ғана өтті. Естеріңізде бар болса, Найза 57 турнирінде америкалық Маклин қазақстандық Жалғас Жұмағұловпен тартысқан еді. Бірден айта кететін жайт. Келісімшарт бойынша жауынгерлеріміз гонорарын жекпе-жек өткеннен кейін 30 жұмыс күн ішінде алады. Келісілген мерзім өтпей жатып, Маклин legalband.kz басылымына Найза гонорарды бермей жатыр деп, әрі онымен ешкім байланысқа шықпай жатқанын айтып өтті. Шын мәнінде бұл ақпарат шындыққа жанаспайды. Біздің матчмейкерлер файтермен үнемі байланыста болып келді. Міне осы қылық үшін Маклин топ 10 шатақ жауынгердің рейтингісін ашып отыр. 9-шы орын Витал Павловский. Файтердің шатақ мінезін көрермен Найза 37 кезінде байқады. Еске сала кетейін, аталмыш турнирде беларус спортшысы қазақстандық Санжар Тажиевпен кездесіп, бірінші раундта техникалық нокаутпен жеңілген еді. Павловский нокауттан кейін ес жиып, жекпе-жекті жалғастыруға ниеттенді. Десе де айқас тоқтатылып, жеңіс Тажиевқа бұйырған. Жекпе-жектен кейін жауынгер камераның біріне қарап, бұл бұзылған рекорд, бұл масқара. Сендер өз жауынгерлеріңді тартасыңдар, бұл дұрыс емес деп айғалағаны бар. 8-ші орын Еламан Шертаев. Файтер Дартин командасының жауынгері Айдын Көдекпен аса жеңіл салмақ категориясының чемпиондық белбеуіне таласу керек еді. Бірақ өкінішке қарай қажет салмаққа жете алмады. Білуімше, бұл жауынгер бұған дейінде бірнеше рет салмақ қуып көріп, діттегеніне жете алмаған кездер болған. Еламан дұрыс салмаққа жете алмай, Айдынмен жекпе-жегі бола алмай қалды. Сөйтіп, Айдын Көдек кореялық Ю Суйонмен шығып, өкінішке қарай жеңілген еді. Сол кезде Еламан 8 бұрышқа шығып, бәрінің сазайын тартқызамын деп әжіптәуір мінез көрсеткен екен. 7-ші орын Дартим командасының жауынгері Тимур Серікұлы. Естеріңізде болса, Акула Жасұлан Акимжанмен жекпе-жекке шығу керек еді. Былтыр Найза Awards марапаттау рәсімі басталар алдында екі жауынгер сөзге келіспей қалды. Бұған бірден бір себеп әлеуметтік желіде болған трэш-токтың аздап шектен шығуы. Жасұланның айтуынша, Тимур артық сөз айтып қалған. Сол үшін жас проспектіні сыртқа шығарып, біраз ағалық ақылын айтқан көрінеді. Бірақ менің ойымша, сәл қалғанда жігіттер 8 бұрышта емес, сахна сыртында жұдырықтасар еді. 6-шы орын Найза лигасының бұрынғы чемпионы Ю Суйон. Найза 44 турнирінде Суйон қазақстандық жауынгер Айдын Көдектен басым болып, чемпион атанды. Жеңістен бас айналған Суйонның болашақ қарсыластары жайлы аздап артық сөз айтқаны бар. Біреуін егеу құйрыққа теңесе, енді бірін тәрбиесізге теледі. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі дейді. Маған теңгелері жоқ деп ешкімді менсінбеген Суйон, Дастан Амангелдімен кездескенде чемпиондық белбеуінен айырылды. Әр нәрсенің сұрау бар екенін ұмытпайық. Корейлік жауынгер үшін бұл сабақ болды деп ойлаймын. 5-ші орын Ақтөбелік файтер Айболат Мұратұлы. Найза 57 турнирінде Айболат мырза бразилиялық жауынгер Марсио Сантоспен кездесті. Жекпе-жектен бір күн бұрын әдеттегідей турнир аясында көз түйістіру рәсімі өтеді. Екі жауынгердің стэрдауны аздап қызу өтті. Марсио күшіне сеніп Айболатқа айкил деп мынадай қимыл көрсетті. Ақтөбелік жауынгерге бұл ұнамай қалды. Сәл болғанда жекпе-жек уақытынан бұрын бола жаздады. Бірақ екеуінің дер кезінде тоқтағанына шүкір. 4-ші орын Ғалым ТТ Жасланов. Ағамыз керек болса трэш-токтың көкесін көрсетеді. Өз күшіне сенгеніме әлде бойындағы батырлықтың әсерінен бе, файтер шулатқанды жақсы көретін сияқты. Ғалым мырза, осы айда огурцы помидоры деген сөзіңізбен әлеуметтік желіде жұлдыз болдыңыз. Потенциалды қарсыластарыңыз сізге артық сөз айтуға бата қоймас деп ойлаймын. Оларды рингке шықпай тұрып нокаутқа жіберетін сияқтысыз. 3-ші орын рейтингіміздің қоласы Фаниль Рафиковқа бұйырды. Сауалнама бойынша ең көп дауыс жинаған жауынгердің бірі Ноғай. Фаниль, бағдарламамыздың есігін теуіп кіретін болдың ғой? Осы жолғы себеп мінезің.
трэш-токер болу оңай дейсіздер ме, достар? Фаниль мықты жекпе-жектермен қатар түрлі пікірмен де танымал. Қарсыластары жауынгерді өзінен бұрын сөзінен таяқ жейтін кездері болып тұрады. Екінші орын – Санжар Тажиев. Жауынгер ашушандығымен танымал. Санжар өзбекстандық файтер Амирхон Алиходжаевпен тартысқа шыққанда, қолын жарақаттап алып, екінші раундта жекпе-жекке шығудан бас тартты. Нәтижесінде төрешілер жеңісті Амирхонға берді. Бұлай қарап тұрсаң, бәрі дұрыс сияқты. Бірақ Санжар бұған риза болмай ашуға қатты беріліп, қарсыласымен де, оның жаттықтырушысымен де біраз айтысып тартысып еді. Бірінші орын – шатақ шығарудың шебері Ануарбек мотиватор Бекембетов. Бұл кісіні білмейтін жан жоқ шығар. Жауынгерлерге үнемі сын айтатын Ануарбектің сөзге қонақ бермейтін әдеті бар. Соңғы кездері мотиватор Арман Әшімге қадалып жүр. Екеуінің арасындағы айтылып жатқан сөздерді сіздерге жеткізуге де ұялам. Бірақ бәрін өздеріңізде көріп жүрген шығарсыздар. Бұл қызықтан құр қалып қойсаңыз, YouTubeға Ануарбек мотиватор және Арман Әшім деп терсеңіз, бәрі шығады. Айтпақшы, егер біздің YouTube-тегі және өзге де әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде лайк басып оқырман қатарына қосылыңыз. Ал біз сіздерді түрлі қызықты контентпен қуанта береміз. Осымен тамам алтындарым. Келесі жолы MMA-дегі топ 10 әкені талқылаймыз. Сіздермен болған Алена, келесі жүздескенше.